Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге балаларда жиі кездесетін жөргекті дерматит туралы айтпақшымын. Жалпы жөргекті дерматит дегеніміз ол балалардың шап аймағының және гениталия аймағының қызарып кейде жаралардың пайда болуымен сипатталатын дерматит. Оның негізгі себептері біріншіден бала подгузник деген жөргекте ұзақ жүретін болса, екіншіден баланың іші өтіп жатқанда кал массаларының құрамында мочевина болады. Мочевинадан аммиакқа айналады, ал аммиак бізде жергілікті терінің pH-ын бұзып, оны қызарып, арғы жаралардың пайда болуына алып келеді. Бұл үшін не істеу керек? Біріншіден, ауа ванналарын жасау. Яғни бала егер үлкен дәретке баратын болса, онда оны жуып, қорғатып, ауада ұстау қажет. Екіншіден, жөргекті әр 2-3 сағат сайын ауыстыру қажет. Үшіншіден, құрамында цинк, яғни мырышы бар крем-майстерді қолдану. Мысалы, циндол, суда крем және де цинк пастасы. Егер құрамында цинкі бар крем-майстер 3 күннің ішінде әсер етпеген болса, онда саңырауқұлаққа қарсы немесе бактерияға қарсы крем-майстерді қолдансаңыздар болады. Өйткені құрамында цинкі бар крем-майстер теріні тыныштандырып, қызаруды басады. Ал егер оған инфекция, яғни қандай да бір саңырауқұлақ немесе бактерия қосылатын болса, онда оған әсер етпейді, және оны емдемейді. Осы кезде бізге саңырауқұлаққа қарсы және де антибактериалды мастерді қолдануымыз қажет. Бізде есте салатын нәрсе, баланың егер гениталия шап аймағы қызаратын болса, онда гормональды мастерді бірден қолдануға болмайды. Өйткені гормональды мастер, олар қызаруды басуы мүмкін, бірақ олар уақытша әсер етеді. Яғни себебін емдемейді. 2-3 күннен кейін ол қайтадан шығып кетуі мүмкін, немесе ары қарай өршітіп жіберуі мүмкін. Сондықтан да қандай да дерматит болмасын, оның себебін емдеу қажет. Және де осы цинк пастасын және де бепантен деген сияқты кремдерді баланың гениталия шап аймағы қызармаған кезде де жаға беруге болады. Яғни әр подгузникті ауыстырған сайын. Өйткені осы құрамда цинкі бар кремдер және бепантен тері мен подгузниктің арасында бір қабат түзеді. Яғни ол қабат қорғаныш қызметін атқарады. Егер видео пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз.